өмірлік тәжірибесі әсер етеді. Себебі кішкентай кезінен бастап өзінің көргенін біліп, үйреніп, болашақта оны өз қалағанша жұмсайды. Мысалы, музыкаға барып жүрсе, ол музыкадан өзіне керекті нәрсені тәжірибе алады. Болашақта сол тәжірибе арқылы музыкант, өнер жолы тағы да басқа мамандықтар таңдауға болады. Жақсы. Тағы айта ғой. Адамдарда отбасына байланысты, яғни мысалы әкесіне немесе анасының жұмыс істеген жолмен жүруге адам сол мамандықтың жолмен жүруге болады. Талпынады, әке ата-анасының әкесінің арасының жолы болады. Жақсы. Және ол мысалы әкесі немесе анасы жеткізбеген, сол мамандық арқылы жеткізбеген тәжірибені өзі ары қарай жетістікті жеткізуге талпынады. Тағы айтады беріңіздер. Сонымен қатар экономикалық жақтан әсер етуі мүмкін. Не дегеніміз, адам өзі табысты мамандықты таңдауы мүмкін. Қазіргі таңдағы сұранысқа ие болмайды. Жақсы. Арулар. Мамандық таңдауға оңай алмаса әсер етуі мүмкін. Мысалы, отбасы, мұғалімдер немесе Жақсы. Өзінің блогын еркін жүргізетін адам. Не түсірсе де өзі біледі. Өзіне тірші, өзіне перед жүргізуші, не да тірші деп атап жатады. Не істесе де, не түссе де өз ой пікірі, және де олардың түрлері болады. Әлбетте телефонның маркасы, жасы көрсетілмейді. Олардың бірнеше түрлері де болады. Әркім блогты өз қалауынша түсіреді. Кейбіреуі спорт жайлы түсірсе, кейбіреуі ас жайлы түсіреді. Кейбіреуі өзінің хоббиі. Тіптен жаңалықтар жайлы жариялап отырады. мамандығы қазіргі таңда сұранысқа ие, актуалды және шығармашылық талап ететін мамандықтардың бірі. Визажист дегеніміз ол суретші, макияж жасайтын адам және әмбебап мастер. Қазіргі таңда визажистердің арасында бәсекелестік өте көп. Сондықтан да олардың қолтаңбасы және ерекшелігі болу керек. Сонда ғана визажист мамандығында өз орнын таба білесің. Табады және актуалды маман. Фотограф туралы айта кетсек, ол фотокамераны пайдаланып және немесе әртүрлі құралдарды пайдаланып фото жасай алатын мамандық. Біз ол жайлы қысқаша мәлімет айтып кетсек, ол кісі ең бастысы оңтайлы жарықпен фотоны таңдау керек. Бірақ ең бастысы ол жерде идея керек. Себебі идея болмаса, біз жақсы адамдардан жақсы үміт ала алмаймыз. Қазіргі кезде әрине біз кемшіліктерді түзете аламыз дамыған кезде. Және де кемшіліктерді жойып, бәрін жақсарта аламыз. Бірақ сіз идея арқылы ешқандай жақсылық Бірнеше топқа, басқа салалар секілді бірнеше тармаққа бөлінген. Олар көп сұранысқа келетін мамандықтардың бірі деп айтуға болады. Мобилография қазіргі заманда ең пайдалы деуге болады. Себебі бизнес секілді оңай басқа біреулердің видеоларын монтаждап оңай халыққа таратып ақша табатын мамандықтардың бірі. Сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Фитнес мамандығы арқылы адамдар өз денсаулығын қалпына келтіруде. Оның көптеген пайдасы бар. Және де қазір адамдардың көбісі фитнес мамандығына жүгінеді. Өйткені денсаулығын жақсартып қана қоймай, дене бітімін сақтауды да ойлайтын адамдар өте көп. Сондықтан фитнес мамандығы өте сұранысқа көп сұраныс алады. Қазіргі
заманда табысы да мол мамандықтардың бірі.